Сәлеметсіңдер ме, құрметті балалар? Біздің очумелые ручки үйірмесіне қош келдіңіздер. Бүгін біз түрлі түсті қағаздан балық аппликациясын жасап алуды үйренеміз. Ол үшін бізге 5 түсті қағаз қажет. Қызыл, сары, жасыл, тоқсары, ақ. Орташа дөңгелек пішінді тәрелке, сызғыш, қара қарындаш, желім және қайшы. Қайшымен жұмыс істегенде абай болайық. Алдымен барлық бөліктерін дайындап аламыз. Тәрелкені аударып, қызыл қағаздың үстіне қоямыз. Дөңгелек шығатындай қарындашпен сызып, қиып аламыз. Келесі сары түсті қағаздан жартылай дөңгелек жасаймыз. Бізге жеңіл болу үшін аударылған тәрелкені жартылай қағаз бетіне қоямыз да, алдында қызыл қағазбен жасаған әрекетті қайталаймыз. Ал сендер өздеріңе ұнаған басқа да түстерді қолдануларыңа болады. Қызыл, сары, тоқсары түстерден жалпақтығы 1 см болатындай сызғышпен сызып, ұзын 8 таспалар қиямыз. Қызылдан 2, сары мен тоқсарыдан 3. Ақ қағаздан дөңгелетіп кішкене көздер қиып аламыз. Пішіні орташа түймедей болсын. Алдымызға жасыл түсті қағазды көлденең қоямыз. Балықтың денесінен бастайық. Қызыл шеңбердің оң жағына желім жағып, жасыл қағаздың ортасына бекітеміз. Сары жартылай шеңбердің сол жағынан кішкене жиектерін желімдемей қалдырып, қызыл шеңбердің оң жағына бекітеміз. Ал балығымыздың көздерін желімдеп, сары қағазымыздың оң жағына қарай орналастырамыз. Қанаттарын жасау үшін сары таспаны екі ұшынан алып, бір-біріне келтіреміз. Шетінен 2,5-3 см-дей кесіп тастаймыз. Тамшы тәріздес етіп, бір-біріне желімдейміз. Жалғастырайық. Тігістері көрінбеу үшін сары жартылай шеңбердің астына және ортасына қарай желімдеп жапсырамыз. Тоқсары таспаны дәл алдыңғыдай жасап, сары тамшының үстіңгі жағына, ал қызылды сары тамшының астыңғы жағына жапсырамыз. Қалған таспалардың ұштарын кеспей, үлкен тамшылар жасап, ұштарын желімдейміз. Енді құйрығын жасаймыз. Тоқсары тамшыны сары тамшымызға дәлдеп, қызыл шеңбердің шетіне желім жағып жапсырамыз. Сары тамшыларды тоқсары тамшының үстіне қарай желімдеп шығамыз. Тоқсарының астыңғы жағына қызыл тамшыларды жапсырамыз. Балығымызға енді көз қарашығын және кішкене аузын қара фломастермен салып шығамыз. Міне, біздің балығымыз жүзуге дайын. Біздің Instagram және YouTube парақшаларымызға жазылып, лайк басуды ұмытпа.